Қазақ тілі өте бай, айтылуға орамды, көркем тіл. «Война и мир» романында 478 мың сөз қолданылған. Ал орыс тілі сөздігінде небәрі 200 мың сөз бар екен, бір-біріне ұқсамайтын. Оны ең үлкен орфографиялық Лопатина сөздігінде дәлелденген. Ағылшын тілінде 1,5 миллион сөз саналған, бір-біріне ұқсамайтын. Егерде орыс тілінің сөздігінде небәрі 200 мың сөз болса, онда «Война и мирдегі 478 сөз қайдан алынған деп. 478 мың сөздің ішінде 1,5 сөз князь деген сөз қайталанып жазылған екен. Онан қалған сөздер французша және түрікше тілден алынған сөздер. Енді мұқият тыңдаңыз. 10 томдық қазақ тілінің сөздік кітабында 2,5 миллион сөз саналған, бір-біріне ұқсамайтын. Бұл қазақ тілінің ең бай тілдердің бірі деп білуге болады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қазақтардың кез келген тілді акцентсіз сөйлей алатынын дәлелдеген. Бұл үшін біз орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, кез келген тілді акцентсіз таза сөйлейді екенбіз. Қазақ тілінің әрбір сөзінде біздің мәдениеттілік кодымыз жасырылған сияқты. Әрбір сөз бір мозаика секілді. Мысалға, мешітке барғанда біз имамды тыңдағанда, имам бізге уағыз айтады. Уағыз деген сөздің өзінде қандай код жатыр, білер медіңіз? Адам өзінің бойынан 3 жолмен у шығарады екен. Біреуі дәрет жолымен болса, екінші терлеп, үшінші ол көзден жасағады. Үшеуі де тұз ащы. Мінекей, уағыз деген уыңды ағызып жібер. У ағыз деп тұр, көрдіңіздер ма? Бойыңдағы уды ағыз, тұзды шығар. Сонда Құдайды есіңе алғанда, я уағыз айтып жатқанда, сен тыңдап жыласаң, сен тазарасың деп тұр. Жаратушыңмен байланысасың деп тұр. Мінекей қандай керемет тереңділік жасырылған. Бір ғана уағыз деген сөзде. Егер де осы ақпаратым сіздерге ұнаса, маған тіркеліп алыңыздар.